Айнадан таза басым бар. 21-де жасым бар. Қасқалдақтай қаным бар. Бос тұрғайдай жаным бар. Алам десең, алыңдар. Қайрат деген атым бар. Қазақ деген халқым бар. Еркек тоқты құрбандық атам десең атыңдар. Иә, 1986 жылдың желтоқсан оқиғасы еді. Бұл желтоқсанның суық желі ұлттық рухтың қуатын, елдік пен ерліктің мұратын танытқан көтеріліс болды. Суық қаруланған кеңес әскері алаңға әділдік іздеп шыққан қазақ студент жастарын аяусыз соққыға жықты. Оларды адам аузы бармайтын әрекеттермен жәбірледі. Осы күні 8,5 мыңнан астам адам тұтқындалып, олардың көбісі түрмеге отырғызылып, оқу орындарынан шығарылды. Атап айтатын болсақ, Қайрат Рысқұлбеков, Түгелбай Ташенов, Ербол Спатаев, Сабира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова секілді қазақтың ержүрек жастары қыр шыңнан қиылды. Біз сіздерді ешқашан ұмытпаймыз. 1986 жылғы қазақ жерінде өткізілген желтоқсан көтерілісі Кеңес социалистік республикалар одағының ыдырауына себепкер болды. Сөзімді Қайрат Рысқұлбековтың ақтық хатында жазған дәйек сөзімен аяқтағым келеді. Мен алаңға Колбин үшін емес, қазақ қыздарының шашынан тартып, намысын жерге таптаған үшін шықтым. Саналы жұртым бағалы бүгін, жерлен сілкін егілме, азат күн туы, қазақтың туы, қанатын жайды көгінде. Желтоқсан желі дәуірдің демі, айын шашқан таңғы үміт, халықтың мұңы, тарихтың үні, желтоқсан желі жаңғырық. Халықтың мұңы, тарихтың үні, желтоқсан желі